Қытайдан распаковка. Мини машина келді. Крышкасы бар екен. Бұл жерде кептіретін корзинасы бар. Енді машинаның өзі кішкентай ғана, удобно. Примерно салмағы бар 2-2,5 килограмм шығады примерно. И мындай несі бар. Удлинитель бар. Яғни осы тоқпан істейді ғой. Осыны тоққа саласыздар. Ең қарай істейді. Так, бұның андай кнопкасы бар, бұл жерде қосатын. Бұл жерде жасырынып тұр, оның ашылғаннан кейін көрінеді. Енді арт жағында мынандай несі бар. Жаңағы тоққа салатын жері бар. Енді астында мындай прикрепление жасайтын жері бар, резинкалар бар. Қазір құрып көштім. Қатты жерге қою керек, бұны құру үшін. Жабысады, көресіз бе? Жабысып болады осылай. Жақсы жабыстырамыз, и сосын ашамыз. Бұны ортасын басамыз, олай ашамыз. Міне камера іші осылай көрінеді. Мына жерде резинка екен. Осы резинканың артынан жиналатын ғой, осындай жиналады. Енді жерде кнопкасы бар. Старт деп тұр. 1.15 андай режимдер ғой. Енді қазір қосып көштейін де. Мына түп жағынан мынаны сығамыз. Так, зарядканы саламыз ішіне. И болды, артына қоямыз. Енді мынаны тоққа саламыз. Зарядка. Бұл питаниясын саламыз осы жерге міне. Мысалы, шиқ деген дауыс шықты, естіңіздер ме? Қосылды. Қазір мына старт деген басып қоссақ болады. Қосылды. Осы сиреген. Арты қарайын болады. Режимдерін басып көштік не болса деген. Тауардың бағасы өзі 3 теңге, келуімен 5 теңге болды. Заказ берем десеңіздер телеграмға өтіңіздер, сол жерде ссылкасын қойып қоям. Сол ссылкамен өтіп, ары қарай заказ берсеңіздер болады. Ссылкасы сол телеграмда тұр. Режимдерін осы старт деп тұр ғой, соны басып өзгерсеңіздер болады. Қазір 5-те тұр ғой. Бір бассаңыздар 10-ға ауысады екен. Сосын 1-ге ауыстыруға болады. Осылай ауыстырсам болады екен. Мына кнопкалар басылмайды екен. Тек мынамен ғана ауыстыруға келесіздер. Мына басып тұрсаңыздар өшеді. Осылай қолдансаңыздар болады. Сосын мынандай корзинасы бар, кептіретін. Мына кептіретін ішінде несіне саласыздар да. Кетігі бар өзіне, астында тесігі бар мынандай. Сол тесікке сайлап ішіне. Осылай айналады. Қазір қосып көрейік. Режим өзгертейік, 10-ға қояйық. Бірге қояйық. Болды, осылай қолдана бересіздер.